Сәлем досым, сенімен бірге түсінікті медицина каналы. Бүгін біз бронхит туралы талқылайтын боламыз. Бронхит жедел және созылмалы деп бөлінеді. Жалпы бронхит дегеніміз ол бронхтардың шырышты қабатының қабынуы. Бронхитпен көбінесе егде жастағы адамдармен жас балалар ауырады. Негізгі қоздырғышы көбіне вирустар болып келеді және бактериялар да болады. Клиникалық көрінісіне келетін болсақ, ол бірінші жөтел. Жөтел басында құрғақ, сосын екінші, үшінші күннен бастап ол мокротамен, яғни ылғалды түрге ауысады. Құрғақ ауада және де суықта күшейеді. 3 аптаға дейін созылса, ол жедел түрде бронхит, 3 аптадан көп болса, ол созылмалыға кетеді. Көп жағдайда дене температурасы нормада болады, немесе фибрильная температура болады, яғни 38-39-ға дейін көтеріледі. Бұл асқынған жағдайда осындай температураға дейін көтеріліп жатады. Ал аускультация жасағанда, яғни фонендоскоппен тыңдаған кезде біз хриптарды, сықырларды еститін боламыз. Негізгі еміне келетін болсақ, бұл жерде еміне суды көп ішу, жылы суда 2-3 литр күніне ішу керек, және де көп жағдайда осы бередуалды тағайындайды. Балаларда 1 килограммға 1 капля тағайындайды. Бұл бередуал бізде бронходилататор, яғни бронхтарды кеңейтетін әсер көрсетеді. Бередуалды бұл ингаляция түрінде тағайындайды. Әр интервал қабылдау аралығы 8 сағатқа дейін болу керек. Ал ересектерге келетін болсақ, ол 20 каплядан басталады. Сондықтан бұның дозировкасы міндетті түрде дәрігеріңізбен кеңесіп алғаныңыз дұрыс болады. Және де егер де сізде бронхобструкция болатын болса, яғни асқынып жатсаңыз, одышка қосылып жатса, онда пульмикорд қосылады. Пульмикордта бұл 8-10 күн аралығында тағайындалады. Ал оның дозировкасы қаншалықты, ол сіздің салмағыңызға, сіздің ауырлық дәрежеңізге байланысты. Сол үшін міндетті түрде өзіңіздің жеке дәрігеріңізбен кеңесіп, сол кісінің тағайындауымен дәрі қабылдағаныңыз дұрыс болады. Балаларға бұл дәріні бергеннен кейін артынан міндетті түрде дренажный массаж жасау керек. Ал ересектер өзі қақар шаралатын болғандықтан оларға дренажный массаж керегі жоқ. Ал егер төсек тартып жатқан науқас болса, онда міндетті түрде дренажный массаж жасалынады. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.